Барлықтарыңызға сәлем достар. Жүгері шоу арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Наурыз мейрамы туралы сұрақ-жауап ойынын бастаймыз. Барлық сіздерге 30 сұрақ қоямын. Жауап беру уақыты 6 секунд. Әр дұрыс жауап 1 ұпай. Ал ендеше дайын болсақ бастаймыз. Наурыз қай күні атап өтіледі? 22-ші Наурыз. Наурыз сөзі нені білдіреді? Көктем мен қуаныш. Наурызда дайындалатын дәстүрлі тағам қалай аталады? Наурыз көже. Наурыз көжеге неше түрлі тағам қосылуы керек? Жеті. Адамдар бір-біріне Наурызда қалай құттықтайды? Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз күні адамдар не істейді? Бір-бірін қонаққа шақырып, реніштерін кешіреді. Наурызда атпен өтетін дәстүрлі жарыс қалай аталады? Көкпар. Неліктен Наурызда мол дастархан жаю маңызды? Үйде әрдайым молшылық пен береке болсын деп. Қазақ мәдениетінде Наурызда қай жануар ерекше құрметке ие? Жылқы. Наурызда үлкендер қандай рөл атқарады? Жастарға бата беріп, ақыл кеңес айтады. Наурызда өтетін дәстүрлі күрес түрі қалай аталады? Қазақша күрес. Қыз қуу ойыны туралы. Ат үстіндегі жігіттің қызды қуып жетуі. Қазақтың ұлттық музыкалық аспабы қалай аталады? Домбыра. Наурызда асықпен ойналынатын ойын қалай аталады? Асық ату. Наурызда адамдар қандай сыйлықтар береді? Тағамдар мен тәттілер. Наурызда дәстүрлі түрде қандай сусын дайындалады? Қымыз. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Наурыз қай жылы ресми мереке болды? 1991. Қазақтың дәстүрлі үйі қалай аталады? Киіз үй. Қазақ мәдениетінде 7 саны нені білдіреді? Наурыз көженің 7 тағамы. Қазақтар Наурызда үйлерін қалай безендірді? Киіз үйді ұлттық өрнектермен безендірді. Той сөзі
нені білдіреді? Мереке, қонақ асы. Ат үстінде шауып келе жатып, жерден тиын алу ойыны қалай аталады? Теңге ілу. Неліктен Наурыз жаңару мерекесі деп аталады? Көктем басталып, табиғат жанданады. Наурыз мерекесіне байланысты Самарқанның көк тасы ериді деген сөз қандай мағына береді? Көктем келді. Наурыз мейрамында қандай ұлттық киімдер киіледі? Шапан, камзол, сәукеле. Шашу дәстүрі нені білдіреді? Қуаныш пен берекенің белгісі ретінде тәттілер шашу. Қазақ халқы үшін Наурыз мерекесінде қонақ күтудің маңызы қандай? Қонақ жайлылық пен достықты білдіру. Наурыз мерекесінде адамдар не істемеу керек? Біреуге ренжу, ұрыс-керіс жасау. Наурыз мерекесінде жаңа туған сәбиге қандай дәстүрлі рәсім жасалынады? Жеті қазына ұғымы қазақ мәдениетінде нені білдіреді? Қазақ өміріндегі жеті құнды нәрсе. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.